Барлығына сәлем достар, сендермен бүгін мен Мұсырмын Мұрат, және де достар, дауысым қалай естіліп тұр? Микрофон алдым, және де микрофонда бәрі анық естіледі. Енді қолымды телефонның микрофонына бүйтіп тақап жүрмеймін, кәдімгідей таза дауыспен. Ал бірақ бүгінгі видеода біз екі күшті мықты баятыстар, Тик және де Динамайк екеуін салыстыратын боламыз. Ал онда достар, видеоны бастамастан бұрын арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал онда біз бастаймыз. Мінекей достар, мінекей. Ой, блин, осындай жағдайлар жек көремін. Өйткені мен інем ойнайтын кезде выборатты баса берем. Сөйтіп үйреніп қалған. Сол үшін де қазір мұрттырды. Ал достар, онда Тиктің 3 оқ қанша алатынын көрейік. Бірақ бір қиындығы мына жерде бүйтіп 2 оқ тимей жатып 99. Қазір біз 1 оқ артық береміз. 3 тиді. 96 соңғы оқ және біреуін артық береміз. Артық бер. Блин, жақсы. 850 алып тастасақ, қоссақ 94. Жақсы, және де Тиктің оғының тез солуын көрейік. Қане мысалға мына жерге атаймыз. Ой, тоқтаңыздар, байқамай қаппыз. Нормально болады. Ал онда ультасын қолданайық та. Ультасы өте жақсы, өзі басын жібереді. 2000 жанмен және де 2500 урон алады. Мынандайларды міне стенадан арттан тұрып, қорғанның артынан тұрып ата береді. Жай ғана бұлай жүре берсеңіздер де болады сіздерге. Ал енді көпке шыдайтындығынан тексерейік. Тиктің өте азға шыдайды, өйткені бұлар метатель ғой. Сондықтан да өте азға шыдайды. Достар, блин, тез өліп қалдым. Ал біз онда Тикті қояйық. Біз мынандай Динамайкқа кетейік. Алдыңғы видеода Эль Примомен бұл салыстырған ек. Енді бұл видеода біз Тик пен Динамайк ең мықтыларының біреуі негізі. Мынады көрейік қанекей. 100 мыңнан 93 мың. Тура Тик секілді. Тиктен несі өте аз атнет. Қалай айтсам болады. Силасы Тиктің бұдан қарағандай почти 2 есе аз. Сондықтан да достар, бұны ультасын қолданайық. Силасы да бұл 10 сила, сондықтан да тоқтаңыз, мен байқамай қалдым достар. Шынымен мен де байқамай қалдым ультамын. Ай. Так, 90.200-ден 380. Мынау Тиктен достар, Динамайк Тиктен бір жақтан ұтады. Ол әрине жан. Жаннан ұтады. Ал бетейік достар, тоқтаңыздар. Быңқ өлді. Быңқ өлді. Дың өлтіре береміз. Достар, сіздерді құттықтап кетуді ұмытыппын. Наурыздарыңызбен, жаңа жылмен, осы жыл бәрімізге жақсы болсын. Сіздер 22 наурызда көріп отырсаңыздар егер. Мен мүмкін бұл видеоны ертең де салармын. Бірақ бүгін бұл 22 наурыз күні түсірілген видео бұл. Так. Короче, достар, сіздермен бүгін мен болған Мұсырман Мұрат, және де комментарийда микрофонмен ағаным үшін құттықтай берсеңіздер болады. Ал онда сау болыңыздар.